Жамбыл облысында бүгіннен бастап карантин режимін жеңілдетудің 3-ші кезеңі күшіне енді. Алайда бірқатар облыстарда коронавирустық инфекция ауруларының күрт өсуіне байланысты Жамбыл облысының жедел штабы карантиндік шараларды кезең-кезеңмен жеңілдету туралы шешім қабылдады. Бүгіннен бастап алдын ала жазылу бойынша моншадан тыс шаштараздар қайта ашылады. Дегенмен олардың жұмыс уақыты 10:00-ден 18:00-ге дейін қысқартылды. Одан бөлек сыйымдылығы 30 адамнан аспайтын жаздық кафелер, дәмханалар сағат кешкі 8-ге дейін ашық болмақ. Құрылыс материалдары мен шаруашылық тауарларын сататын базарлар таңғы 7-ден кешкі 5-ге дейін жұмыс істейді. Жұмысы қайта жанданатын нысандардың қатарында қонақ үйлер де бар. Бұл тізімге Тараз қаласының аумағында орналасқан түлектерді ұбт-ға дайындау бойынша білім беру орталықтары да кіріп отыр. Санитарлық эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтау міндетті шарт. Мұны арнайы мобильді топтар қадағалайтын болады. Ал қоғамдық көлік қозғалысына әлі де рұқсат жоқ. Блокбекеттер жұмыс істеуін жалғастыра береді. Айта кету керек, аталған жеңілдіктер COVID-19 таралу ошақтары бар Қордай, Байзақ және Жамбыл аудандарында қарастырылмаған. Мемлекеттік бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес бүкіл сіздерге арналған алгоритм бәрін сіздер орындайды деп біз сенеміз. Егер де осы алған сіздерге орындалмай жатса, жазылған нәтижелердің бәрі, онда ол мекемелер жұмысын тоқтатады. Енді бүгінгі таңда біз беріп отқан мынау парикмахерский жазылумен бойынша, жаңағы біз айтамыз, мынау өзіміздің балаларымыз неге дайындалатын шығарма экзамендарына, олардың бәрін біз айтамыз, әлеуметтік қашықтық сақтау керек, оның бір жерде орындалу керек. Және де жаңағы айтылып жатқан құрылыс және шаруашылық нысандарды сататын базарлар. Осы мекеме базарларының басшыларының бәрінен біз сұрайтынымыз, алдарыңызға қойылған нәтиже, алдарыңызға қойылған тапсырманың бәрін орындап, бәрін уақытылы орындауларыңызды сұранамыз. Фарида Сейілханқызы, Бекзатхан Андасбек, 7-7 News.